Мен сені жақсы көремін. Балада ата-ана махаббатын ақтауым керек деген секілді түсінік қалыптастырмаған жөн. Қандай жағдай болмасын, оны ата-анасы жақсы көретінін және кез келген уақытта қолдайтынын сезіну керек. Сонда алға қойған мақсаттарға жету талабы жоғары болады. Одан басқа күніне бір рет емес, бірнеше рет айтамыз. Екінші кеңес: сен менің бақытымсың. Қазір өмір сүру қарқынында өмірдің сәтімен өмір сүру ұмыт болып жатады. Бақытты сезіне білу де өнер. Осы сөз тіркесті айта отырып, ата-ана балаға қуаныш сыйлап қана қоймай, өздерінің көңілі көтеріңкі болуына да әсер етеді. Үшінші кеңес: сен тамаша баласың. Баланы мақтай отырып, оның өзін-өзі бағалай білуіне шақырамыз. Мақтай отырып, ең сөзін қолданбау керек. Әйтпесе, бала қоршаған адамдарды менсінбей бастайды. Төртінші кеңес: сенің қолыңнан келетініне сенемін. Баланы жақсы көргенде соқыр махаббаттан сақтанған дұрыс. Кішкентай балаға өзіне тамақ ішкізіп, содан ас үйді жинап жатқаннан гөрі өзімізге бере салған оңай секілді. Содан 3-4, кейде 5 жасқа дейін де ата-аналары қасықпен балаға тамақ беріп отырғанды өз көзіммен көрген жайттар бар. Мен балаларыма 1 жасында қолына қасық ұстатқанмын. Балаларыма сендім, өздері де аз уақыт ішінде үйреніп алды. Баланың орнына барлығын істемей, оған үйрету керек. Баланың қолынан келетініне сеніп қана қоймай, баланың өзіне де оның қолынан келетінін көрсетеміз. Бесінші кеңес: менің өмірімде сенің бар болғаныңа рахмет. Ана атанған соң өміріңді 2-ге бөлуге болады. Ана атанғанға дейінгі және ана болған кезден кейін өміріңді балаңсыз елестете алмайсың. Кішкентай сәбиің әрқашан сенің жаныңда болғандай сезім туады. Осы сезім үшін алғыс білдіре білген өте маңызды. Алтыншы кеңес: батыл бол. Қалаған ісіңмен айналысуға тырыс. Есейген соң армандарымызға, мақсаттарымызға жетуге батылдығымыз жетпей жатады. Осы қателікті қайталамау үшін қазірден бастап балаларды батыл болуға шақыру керек. Сонда балаларыңыз қалаған жұмысқа орналасып, не өз кәсібін ашуға түрткі боласыз. Жетінші кеңес: менімен ақпаратпен бөлісуге қорықпа. Балалар есейе келе, олардың өздерінің құпиялары, орталары пайда болады. Балалар бір нәрсеге ұрынып, не қиын жағдайға түскенде ең бірінші бөлісетін адам сіз болуыңыз керек. Балаларыңыздың сізбен ақпарат бөлісуіне қорықпау керек. Сондықтан бөліссе, алғысыңызды білдіріңіз. Ұрысып, не жұрттың балалары болса, не мен саған айтып едім ғой десеңіз, келесі жолы бала сізбен еш нәрсемен де бөліспейді.